Жерді пұлға сатқаны қалай? Жерді сатқаны, елді сатқаны. Пұл алдым деп, өзі құл болғанын білмей отыр. Мына ата-бабамыздың шегі жатқан жерді саудаламақ түгілі жауға аяқ бастырмаған едік. Опасыз. Иә, опасыз да отан бола ма? Армысыздар, қазыналы қарттарым. Армыз, бармыз, батырым. Кел, жайғас, қимыздан ауыз тей. Ақпанда жоңғар қолынан қаза болған Арғынның батыры Дулат Ағаділдің дұғасы 8 тамыз күні өтетін болыпты. Ағайын, Арғын деген ұлт болмайды. Қазақ деген ұлт бар. Егер әрқайсымыз бөлініп, Албанның батыры, Арғынның батыры, Адайдың батыры болып жатсақ, біздің халық азады. Дулат Ағаділ батырымыз дүйім қазақ дейтін бір тұтас ұлт үшін күресті. Асыл батырымыздың қазасы барлығымыздың қабырғамыз қайыстырды. Батырымыздың жау қолынан қаза табуы түгелімізге бірігетін кез келді дейтін сабақ болсын. Билер-ау, жоңғарлар Дулат батырдың дұғасын болдырмауына үлкен күш салып жатыр. Еліміздің бірлігі кетіп, қазақ халқына үлкен қауіп төніп тұр. Жер сатылып, елім деген азаматтардың барлығын шет-шетінен қамап жатыр. Батыр болып, жауға найзаң тимесе, батырлықтан не пайда? Қазақ бірігіп ел болып, елдігін осы жолы көрсетпесе, басқа кезде бірігуден үміт жоқ. Жеріміздің сан тарапынан қазақ деп жүрегі соққан әр қазақ баласы осы асқа жиылса екен деймін. Жөн айтады, қазақ ел болғалы ас береді. Ас беру дәстүрі ел өмірінде ағайындық тетікті жандандырып, баршамызға елеулі ықпал ететін қозғаушы күші болмақ. Бұл астың аясында енді Дулат Ағаділге ас берген жылы 300-дің балалары бас қосты. Бірікті, елдігін көрсетті деп, ел азында уақыт өлшеуіне айналатыны анық. Бұлды бірді естіген әр қазақ асқа келсін. Қазақ біріккен күннің куәсі болып, өз үлесін қостын дейміз. Осы отырыста отырған әрбір адам, әр қазаққа құлақ қағыс қылсын. Билер-ау, маған рұқсат етсеңіздер, мен әр өңірге ат шаптырып, дүйім қазақты шақырайын. Шығыстан, батыстан, оңтүстік, солтүстік, түгіс түгелі Сарыарқаның қақ ортасындағы дүбірге қосылсын деймін. Барша әлеумет шабарманға бата берейік. Біріміз қалмай, бәріміз батырға түгел ерейік. Қазақта бірлік болсын деп тілеумен қанша күн өтті. Тілекті Құдай бергені, асымыз өтсін дүбірлеп, мың-мыңдап халқым жиналып, ер қаруы, бес қару бойымызға ілейік, бостандық үшін ту ұстап, батырға өмір тілейік, батырға ерген ерлерге батагөй болып жебейік. Ел жұртымыз аман болсын, бақытты заман болсын. Төртеу түгел болса төбедегі келет, алтау ала болса ауыздағы кетеді деген. Ағайынның бар жерде басыңда тұрар аруағың, ағайынның жоқ жерде шайнауда кетер бармағың деген. Бір тудың астында бас қосатын кез келді ағайын. Бір тудың басына бас қосайық. Әмин, Аллаху акбар. Ұлан байтақ жерін қорғайтын, қара орман елін қорғайтын, жаудан айырып алар жау жүрек ерлер қайда? Қыздың арын сақтайтын, ата үмітін ақтайтын, елім десе ел кезек ақ жүрек жандар қайда? Бабалар жолын қуатын, ел үшін ғана туатын, абадан жүрек алыптар, қазақтың ұлдары қайда? Заман келді тарылған, қарайып жүрек қабынған, арамзалардың күні өшсін. Ел бастар, ерлер қайда?